Осы күнге жетіп отырғаным әуелі Алланың, екінші ата-анамның арқасы. Қаршадайымнан қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ешкімнен кем қылмай, бар жақсыны үстімізге кидіріп, бар дәмдіні аузымызға салып өсірді. Жалпы мен сөйлегеннен ақ барлығы әкеңнің қызысың-ау деп айтады. Өйткені қатты ерке болып өстім, әкемнің қамқорлығын көріп өстім. Жалпы әкем Тілеубергенов Анарбек 1966 жылы осы Жаңақорған ауданында 5 балалы отбасыда дүниеге келген. 17 жасынан бастап жұмыспен айналысқан, өзімнің туған атамның қасында жүріп, осы Жаңақорған астық шығару мекемесінде жұмысқа кірген. 10 сыныпты бітірген кезінде азаматтық борышын өтеуге Венгрия қаласына кеткен 2 жылға. Одан оралып, қайтадан атамның қасына қызметке орналасқан. Ал анам Қалдыбаева Ақтолқын 1969 жылы осы Жаңақорған ауданында 5 балалы отбасыда дүниеге келген. Әкемнің мектебінде оқыған анамда, бірақ екеуінің үйінің арасы бір көше болса да, екеуін мүлде бір-бірін көрмеген. Мектепті бітіріп, анам оқуға түскен. Сол уақыттан кейін анамның құрбылармен бірге вечер дейді ғой, соған еріп барған. Әкемнің класстастарының сол кеште анам екеуі танысып, содан кейін 1 жыл уақыт бойы екеуі қыз бен жігіт болып жүрген. Содан кейін осындай махаббатқа ұласып, қазіргі таңда ұл-қыз немере сүйіп отқан жандар. Жалпы өзім әкеме жақын болып өстім кішкентай кезімнен. Ес білгелі анамның 2 адамға арнап төсек салғанын көрген емеспін. Осы оқуға түскенімше үшеумізге арнап төсек салады, сонда ортасына жатып аламын. Және менде әдет дейді ғой, кішкентайымнан әкемнің құлағын ұстап жатып ұйықтайтынмын. Ал әкем болса шашымды сипалап, кейде кішкентай Нұрайды сағынам, шынымды айтсам. Өйткені жазғы мезгіл кезінде әкем екеуміз сыртта жатамыз, аспанға қарап, жеті қарақшыны қарап, жұлдыздарды санап, арман тілектерімізді айтып жататынбыз. Жалпы әкемнің қамқорлығын, анамның қамқорлығында қатты көріп өстім, және оқуға кеткен кезінде ең бірінші сағынғаным әкем болды. Ауылға келгенімше жылап, ешкімге көрсетпеймін сонда. Ал ауылға келген кезінде қимай, ол кісілердің де қимай тұрғанын білем, іштей сеземін. Кетіп бара жатқан кезде ғана ішім алай-дүлей болып соның өзінде қимастық болатын. Жалпы әкемнің бір күн маған қабақ шытып қатты сөйлеген көрген емеспін. Кішкентай кезінде есімде маған жаңадан киім алып берген әкем. Сол жаңа киімді киіп алып, көршіміз үйіне бара жатқан болатынбыз. Есіктің алдынан шыға бергенінде жаңағыдай балшыққа құлап қалғанмын. Бірақ соның өзінде әкем қабақ шытпай үйге алып кіріп, өзі жуындырып, киіндіріп, қайтадан алып шыққан. Және де маған оқуды, жазуды үйреткен осы әкем, анам және де ағам. Анам ауылда емес, ол кезде Алматыға кеткен болатын ағаммен бірге. Содан көрші құрбым келді, үйге Нұрай кеттік сабаққа деп. Үйде әкем екеуміз ғана. Сол кезде әкем мені құрбыммен бірге ертіп жіберген болатын 5 жасымда. Содан кейін мектептен қалмай мектеп оқушысы атандым. Әкем өзі киіндіріп, құжаттарымды түгелдеп 5 жасымда мектеп табалдырығын аттатқан кісі. Ал менің анам өте мейірімді, кішіпейіл, еңбекқор, бір мезгіл бір орында отырған көрген емеспін, қонақжай. Ауылдан ағаларым келген кезде алдына түсіп кіші демей шайын дайындап, ыстық тамағын беріп отыратын кісі. Жалпы анам кішкентайымыздан әкем жұмыстан келмей жатып төсегін салып ұйықтатады, бірақ сонда біз өтірік ұйықтап қалған боламыз, бірақ әкемізді күтіп жататынбыз. Мен осы өмірге келмей тұрып, 3 бауырым, анам үшеуі ұйықтап қалады, бірақ әкем келген кезде әкем барлығын оятып алып, құрғыл келмейді екен, сонда
ол заманда Twix жаңағы вафли деген шығып жатқан кез екен. Үшеуін тұрғызып алып, қарнын тойдырып, қайтадан ұйықтататын көрінеді. Қазіргі күннің өзінде әкем немерелерін таңғысын балабақшаға өзі апарып тастап, тамағын тойдырып, кешкісін өзі алып келеді. Балаға көңілді өте қатты бөледі. Және де кейде үйде ақша сұрайтын кездер болады, бірақ кейде ұялам. Қомақты қаржы керек кезде ғана, жаңа оқуыма деген сияқты сол кезде бірінші папаға звондап, еркелеп алып сұрайтынмын. Және де ең алғаш аузымды калимаға келтірген осы әкем. Қазіргі күнге дейін немерелерін де алдына отырғызып алып, аяғын малдас құрып, «Ля иляха иллаллах Мухаммаду Расулаллах» деп ең алғаш аузымызда калимаға келтірген кісі. Түнде жатарда шүкіршілігін айтып, бір күнімізге есеп беруді де үйреткен осы әкем. Менің анам қателікті бірінші өзінен көруді үйреткен кісі. Өйткені мектеп кезінен апай былай деді, мынау былай деді деп айтып келсек, бірінші өзінен көретін, сен шығар деген сияқты. Бірінші қазір соның арқасы деп ойлаймын, біреуді кінәламай тұрып, бірінші өзімнен ойымнан ой елегізін өткізіп аламын. Менің жалпы әкем мен анам өте ашық десем болады, қолдары ашық. Біреу бір нәрсе сұрап келсін, жоқ деп айтпайтын кісілер. Ол әдет жалпы біздің қанымызда бар десем де болады. Жалпы әкемнің маған айтқан мына сөзі күнде есімде тұрады. Мені асырайтын осы қызым деп. Сол сөз есімде тұрса да, қолымнан әлі ештеңе келген жоқ. Әкем мен анам үшін әлі ерекше ештеңе істеп үлгермедім. Бірақ бәрі алда деп ойлаймын. Үлкен бір арманым осы әкеме кішкентай кезінен айтам, сізге жаңадан көлік мінгіземін деп. Және де әкеме анамды Меккеге жіберу арманым. Мен үшін үлкен жетістік ол әкем мен анамның мен үшін берген разылығы, ақ батасы. Мен үшін ол кісілер үлкен биік, ірі тұлғалар.